Бүгінгі біздің тақырып қазір қоғамда белең алып бара жатқан өзекті мәселелердің бірі суицид. Барлықтарыңыздың көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ояу. Мен сендерден сұрайын дегенім, суицид дегенді қалай түсінесіңдер? Суицид ол өз-өзін асу. Ол өз өміріне қол жұмсау. Дұрыс. Бәріңіз де осындай ойда боларсыңдар, Ал сендер суицидтің ең қарапайым да қауіпті түрін білесіңдер ме? Ағай, ол қалай болады? Қарапайым әрі қауіпті болса. Міне, мені жақсылап тыңдап алдыңдар. Мүмкін өмірлік сабақ ретінде пайдасы тиіп қалар. Суицид. Өздерін айтпақшы, өзін өмірінен қасақан айыру. Былайша айтқанда, өз өміріне балта шабу. Былай көзге қарапайым. Бірақ арты өте қауіпті темекі тартуды сөз еткім келген болатын. Темекінің ішінде никотин деген нерв жүйесіне ас қорыту, тыныс алу, жүрек қан тамырларына кері әсер тигізетін ерекше у бар. Бұның денсаулыққа зиянын менен артық білесіңдер. Бұның соңы азапты өлімге, бала түсік тастау процесімен аяқталатынын мен айтпасам да, темекі сыртындағы суреттерден көрген шығарсыңдар. Енді бұл суицид емей немене?